Samsung компаниясы басында қант шығарған. Иә достар, сіз осы туралы білетін бе едіңіз? Қазір таңда Samsung десе біз Samsung Galaxy телефонын айтамыз. Samsung десе OLED TV деп Samsung'ның телевизорын айтамыз. Samsung десе холодильник, стиральный машина бәрін айтамыз да, бірақ Samsung неден басталды? Және оның іргетасын кім қалады? Және вообще Samsung деген сөздің мағынасы қандай екенін білесіздер ме? Samsung компаниясы 1938 жылы Ли Бен Чхол деген кісі ашқан. Ли Бен Чхолдың әкесі миллионер кісі болған. Жері көп болған, сонда керемет кісі болған ғой. Әкесі қайтыс болған екен, Ли Бен Чхол әкесінің ақшасын алады да өзінің бір ісін бастағысы келеді. Ойлана келе 1938 жылы Samsung Trading Company деген компанияны ашады. Вообще сіздер ойланып көрдіңіздер ма? Samsung деген сөз қандай мағынаны береді деп ше? Samsung деген сөз негізі 3 жұлдыз деген мағынаны білдіреді. Енді 3 жұлдыз дегенде бұл жерде 3 мықты адам ортадан ақша қосып, осыны ашыпты деген дүние емес. 3 жұлдыз дегеніміз вообще Корея халқында мықтылықты, күштілікті, жаңа бір мықты дүниенің бастауы деген нәрсені білдіреді. Ол компания шетелге заттар таситын болады. Яғни Кореядан заттарды алады да, жаңа неше түрлі заводтар бар ғой. Солардың заттарын Қытайға таситын компания болады. Қытайға тасиды, содан кейін Ли Бен Чхолдың ойына мынандай ой келеді. Тасимыз да, неге осы заттарды өзіміз шығарамаймыз деген ой келеді. Сөйтіп бұл қант заводын ашады. Сыртына Samsung деп корейше жазылып болғанда, сөйтіп өзі қант шығара бастаған. Қант шығарады, бұда прибыль деген масқара көп болады. Қант шығаратын заводы бар, сол қантты таситын өзінің таситын компаниясы бар да. Тағы бір дүние ашқысы келеді да, мата заводын ашады. Сатады. Сөйтіп бұл жаңа бір дүниені іздегісі келеді. Неше түрлі бизнесмендер бір саланы дамытып, сонымен кете беретін болса, бұл жан-жақтылықты қарайды. 1960 жылы көзі электроникаға түсе бастайды. Бұның электроникада ешқандай опыты жоқ. Бұған дейін тек қана қант шығарған, біреудікін тасыған, мата шығарған, вообще мынау туралы дым білмейтін адам, опыты бар адамдармен бірігіп жұмыс істейік дейік та. Сол кездегі Sanyo деген компаниясы болған, телевизор шығаратын. Сөйтіп сонымен бірігеді да, ақшаны ортадан тастайды да, екеуі бірге черно-белый телевизор шығара бастайды. 1975 жылға дейін осы Sanyo компаниясымен бірігіп жаңа телевизорлар шығара бастайды. Аямай үйреніп, нені қалай сату керек, нені қалай істеу керектігін электроникада біліп алған екен. 1975 жылы Sanyo компаниясынан бөлек шығып, Samsung Electromechanics деген компанияны ашады. Samsung Electromechanics деген ат Ли Бен Чхолға ұнамайды да, адам деген бірден көрген кезде жаттап алатын атау керек болады да. Сөйтіп 1977 жылы Samsung Electronics болып өзгереді ғой. Қазір таңға дейін сол атау әлі қалып қойған. Өзі бөлек шыққаннан кейін онша жұмыс жүрмейді. Қол астында істеп жатқан жұмысшылар дұрыс білмейді да. Сөйтіп солардың опыты жоқ қой енді. Опытын көтеру мақсатында бұл ойлана келе Samsung'тың институтын ашады. Бәрін үйретіп, профессиональный адамдарды шығарады. 90 жылдың соңына қарай LCD дисплейіндағы 76 сантиметрлік телевизорлар шығара береді. 90 жылдың соңынан 2000 жылға қарай бұлар кәдімгі бүкіл әлемге танымал бренд болып, жидкокристаллический дисплейдағы телевизорлар шығарады. Телевизорларды шығарумен ғана шектелмей, бұлар телефон саласында дамытқысы келеді. Сонымен 1988 жылы CH100 деген телефон шығады, осы телефон. Бұл телефон тек қана Samsung компаниясының тарихындағы ең алғашқы телефон емес, бұл сол кездегі вообще оңтүстік Кореядағы ең алғашқы телефон болады. Өйткені ол кезде осы Samsung компаниясынан басқа компаниялар ешқайсысы телефон шығармаған. Шығарылған телефонмен шектеліп қалмай, бір адамдарға бір ерекше ешкім шығармаған дүниені берейікші деп CPH-A500 деген ашылып жабылатын телефонды береді. 2009 жылы Android базасында жұмыс істейтін Samsung Galaxy телефоны шығады. Бүкіл тарихын айтамаймыз ғой. Жалпы қорытындылай келе айтатын дүниеміз қант сатты. Одан кейін мата сатты. Одан кейін телевизор сатты. Одан кейін мына телефон сатты. Түсінесің ба? Адам деген өзін бірдеңемен шектемеу керек екен да, бұдан үйренетін дүниеде. Ойында жүрген дүниені обязательно істей аласың да. Главное, просто тырмысып, қорықпай істеп көру керек та. Осындай қызықты тарихты сіздерге айтып берген маған тіркеліп кетіңіздерші. Алланың нұры жаусын. Мені осылай 60 мыңға жақындатып қойдыңыздар. Бірақ 60 мыңға жете аламыз ба?